балалар, отырыңдар. Мен балалар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын, ең бірінші біздің бөлім қалай аталады балалар? Біз өтіп жатқан бөлім, қазақ тілінен бөлім қалай аталады? Жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым. Енді тақтаға назар аударайық балалар. Мінекей суреттер берілген. Қазір мен бір оқушыны шақырамын. Оқушыларға беттерінде бұрып қарап тұрасыңдар, ал басқа оқушылар бұл бізде кім екендігін жасырады, сипаттайды. Сендер үш сипатынан оның кім екенін тауып берулерің керек. Сонымен, кім шығады тақтаға? Бірінші болып. Бұл кім? Яғни ерлігі туралы айтылады, немесе оны сипаттаймыз, ал ортаға шыққан оқушы оны тауып беру керек. Кім? Имағанбет жарайды шықсын. Ал Имағанбет. Мен қазір балалар көрсетем кімді жасыратынымызды, ал сендер сол батыр бойынша, тұлға бойынша сұрақ қоясыңдар. Ал тәне бірінші. Атымызда Москва атты шығармашылық. Бауыржан Момышұлы. Тамаша. Бір айтқаннан тауып алдық. Отыра ғой келесі балалар. Келесі кім шығады? Ал Жанерке шығып көрейік. Жанеркеге кімді берсек екен? Жанерке чесі бұлай тұрамыз. Артқа қараймыз, я көрмейміз. Мынау сөйлейді балалар. Ал Карина? Қыран бүркіт. Қыран бүркіт. Хиуаз Доспанова. Қоян Доспанова емес. Екінші сұрақ отыра ғой Карина. Екінші сұрақ осы адам бойы, тұлға бойынша Имағанбет. Берлинді алуға ең бірінші шыққан адам. Берлинді алуға ең алғаш шыққан адам. Тағы да үшінші сипаттаманы айтып көрейік балалар Жанеркеге. Үшінші Жанеркеге сипаттама, міне мына тұлға бойынша, батыр бойынша. 23 жасында қазақтың кеңес одағының батыры атағын алған. Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов. Отыра ғой, бұл біз таба алмадық, бұл кім болды балалар? Талғат Бигелдинов болды. Так, кім шығады? Ал Динас шығып болсын. Династар кімді жасырсақ балалар? Мінеке. Ал, бірмен сұрағымыз, сипаттамамыз. Өте танымал ғой балалар. Әлше? Қанатты қыз. Қанатты қыз бар. Сипаттамамыз береміз балалар. Ақтөбе облысының Қобда ауданында туған. Ақтөбе облысының Қобда ауданында туған дейді. Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова. Дұрыс па? Дұрыс. Отыра ғой. Тағы да бір тұлғаны анықтап көрейік. Кім шығады балалар? Балалар. Тез. Даниял шығады. Даниял. Тез қара. Саған мына тұлғаны берсек. Бұл кім балалар? Білеміз бәріміз? Қалай білмейсіңдер? Айтып отырсыңдар ғой. Жалпы жылдағы бала Аты. Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов. Бірден тапты, отыра ғой. Енді балалар, сонымен біз бұл жерде кімдерді көріп тұрмыз? Қандай елін, жерін қорғаған, қандай Ұлы Отан соғысының батырларын көріп тұрмыз? Бірінші кім балалар суретте тұрған? Мәншүк. Екінші? Әлия. Үшінші? Талғат. Төртінші? Қасым Қайсенов. Бесінші? Панфилов. Дұрыс айтасың. Және алтыншы бізде Бауыржан Момышұлы. Енді балалар, бүгінгі тақырыбымыз қандай тұлғаны, кім туралы оқиды екенбіз бүгін
тақырыбымыздың сабағымыздың тақырыбы осы ребустан шығады. Кәнекей шешіп көрейікші. Хат. Я, мынау хат па? Хат. Біріншісін қалдырамыз, екі әріпін алып тастаймыз. Сонда қандай дыбыс әріп қалды? Х. Тиын. И. Мына жерде мынау не балалар? Бұзау. Оның бірінші екі әріпін алып тастадық та хиуас. Сонда бүгінгі сабағымыздың мақсаты бізде қалар үш дос хиуас доспанова екен. Сабақтың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып күрделі жоспар құрамыз. Бүгін балалар қандай бағалау критерияларымен жұмыс етеміз? Мәтінге жүйелі жоспар құра аламыз, жанрына сай жазба жұмыстарын орындаймыз және өз ойымызды еркін жеткіземіз. Бұл бізде бүгінгі сабақтың бағалау критериялары. Ең бірінші балалар, қазір мен сендерге видео баян қоямын, яғни бейне баян қоямын, мұқият тыңдап отырамыз. Біздің бірінші тапсырма бұл мұқият тыңдау. Сосын осы бейне баян бойынша біз істейміз жұмыстар орындаймыз. Олардың ішінде есімі елге ерекше таныс батыр бабаларымыздың бірі Хиуаз Доспанова. Шайқаста талай ерлігімен көзге түсіп, жау әскерін жермен жексен еткен қазақ қызы соғыс. Қаршадай қыздар майданға аттанып, отанды қорғауда, туған жерді қорғауда үлкен ерліктер көрсеткен. Соның бірі Хиуаз. Ең бірінші естисіңдер, екінші естисіңдер, я? Ең бірінші не айтамыз, жоспар құрып аламыз, сосын барып шығамыз, шешіп құрамыз. Хиуаз Доспанова ұшқыш қыздан интервью алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Сіз бізге бір 10-15 минут уақытыңызды бере аласыз ба? Сәлеметсіз бе? Әрине интервью беру үшін 15 минут бере аламыз. Бірінші сұрағым, соғысқа бара жатқанда қандай сезімде болдыңыз? Біріншіден соғысқа бара жатқан кездегі сезім өте қатты қобалжыдық біз. Бара жатқанда бұндай соншалықты ауыр болады деп ойламадық. Себепті біз тек мен ғана емес, қасымдағы жолдастарымның барлығы да қобалжып отыр. Және мен сізден өзім сұрайын дегенмін, сіз осы 14 рет ұшақтан құлады деп естідім. Сол 10 рет құлағаннан кейін сіз өзіңізді бір тоқтатып, одан кейін бір жағдай болып қалады деп ойлағансыз ба? Мен бірінші басында ойладым, бірақтан Айдын. Сәлеметсіз. Хиуаз Доспанова, сіз ең бірінші майданға аттанғанды сездім. Ең бірінші рет аттанғанда қуаныш және де өзімді жеңілдікпен бір секілді сезінген. Өйткені кішкентай кезімнен бері мен ұшқыш болғым келді. Және де ұшқыш болып отанға көмектесіп, отанды құтқарғым келген. Хиуаз Доспанова, сіздің соғыстан кейінгі күндеріңіз қандай болды? Соғыстан кейін күніміз жеңіл болған, бірақ енді соғыс болғаннан кейін соғыс кезінде өте көп нәрсе жоғалып кеткен. Өте көп адам қайтыс болып, өте көп қару-жарақтар кетіп. Қатысушы Хиуаздың рөлінде болған жеңіл болды ма сендерге? Журналист болған ұнады, я? Ал Хиуаз туралы біз көп мәліметтер білуіміз керек, я? Ол үшін бейне баяндағы және өзіміздің алдында 5-ші сыныпта өттік еді, естеріңде болса, сол мәліметтердің барлығын білу керек болды. Балалар, сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.